Бүгінгі рецептте манты, пияз сорпа мен соя қосылған манты жасаймыз. Парышқа, мен жылқының етінен жасалған парышқа осылай ұсақтап туралған капуста қостым. Капуста өте жұмсақтық береді. Және де пияз қостым, майдалап турап, парыштың көлемінде, және тұз қосып, жақсылап қолмен мыжып аламыз. Тестасын дайындаймыз. Тестасы әркім өз қалауы бойынша істесе болады. Мен суға 1 ас қасық тұз және 1 ас қасық қаймақ қосып, 1 жұмыртқа қосып иледім. Үлкен 1 зуала шықты. Осыны пакетке салып 10-15 минут тындырып қоямыз. 10-15 минут өткеннен кейін қайтадан илейміз. Сонда әдемі, жұмсақ, жайғанға ыңғайлы болады. Бұны барлық қыз-келіншектер біледі. Осыны жарты сағаттан кейін жаямыз. Енді біз пияз сорпасын дайындаймыз. Пияз сорпасына әркім өз қалауы бойынша не қосса болады, қандай дәм ұнайды, соны қосса болады. Мен үлкен 1 пиязды майдалап турап, қуырып, тұз қосып, және 1 сәбізді үкіштен өткізіп, жақсылап қуырып алдым. Қуырып алғаннан кейін томат қосып, және паприка қалауыңыз бойынша қоссаңыз болады. Осыған 2 бокал су құйып, 15 минут, 20 минут қайнаттым. Қайнатып өшіргеннен кейін соевый соусты шамамен 50 граммдай қостым. Енді пияз сорпа дайын. Тестамызды жайып кесіп алғаннан кейін парыштарымызды барлығын салып шығамыз. Жай скоростта көрсетіп тұрмын. Мінекей, ең оңай, тез түйу жолы. 4-еуін бірдестен осылай жабыстырамыз да, екі шетін жабыстырып, тез-тез түйіп тастауға болады. Мен 1 сағатта 1 өзім барлығын істеп үлгеремін. Жайып, парышын дайындап, түйіп. Мінекей. Қалауыңыз бойынша қалай түйсеңіз де, түшпара сияқты түйсеңіз де тез боласыз. Менен осы теста мен парыштан 2,5-3 лист манты шықты. Осыларды 40-45 минут пісіріп аламыз. Піскеннен кейін осы пияз сорпамыздың қоюын бетіне қойып, жан-жанына сорпасын құйып шықсақ болады. Сорпасын міндетті түрде құямыз. Өте әдемі, қамырымыз қатты болса жұмсартып, майлы, сочный дәмін кіргізіп тұрады. Және бетіне укропның майдасын сеуіп шықсаңыз болады. Мінекей, артылған мантымыз осындай болып шықты. Капуста қосылған соевый соус пен сорпалы манты әдемі болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Сізге сөзсіз ұнайды деген ойдамын. Каналға тіркеліп пікір қалдырып кетіңіз.